Әне. Осы балалардың маған шөбере сыйлаған құдалар бұлар. Шөбере. Мынау міне шөберелерім. Бүгінгі сіздерге жол ашып, маған орныма кеп көрсеткен шөбередер. Мына кісі бидің шебері, телевидениеда бәрінде көрініп жүреді. Ал енді мынау біздің Аятхан. Аятхан деген маған осы туа салысымен алғашқы шөберем ғой. Кәдімгідей мынау туғанда оқып қалыңдар. Роддомда туғанда туып атқан балаға мен Астананы аралап жүріп Абай кітабын алып, әлгі неге роддомға барып, мынаны сол балаға бердіңдер дегенде бәрі күлген. Ойбай, жаңа туған балаға үйге барғасын бересіз ғой. Жоқ, исін алсыншы. Абайдың исін алсын. Міне сол Абай туған Абайдың кітабына енді әлгі неде баннерде сурет тұр ғой, екеуі таласып тұрған. Анау мен берген кітап. Абай. Мынау туғанда, роддомда бірінші туған күні мен сол Абай кітабын сыйлаған. Абайдың иісі барсын. Мен соған қуанам, Аллаға шүкір. Міне сол осы балаларды, осы немерені сыйлаған маған құдам. Ал енді мына қыз Құдаша. Золотой причем. Құдаша. Алтын. Я поэтому говорю, золотой Құдаша. Бұл мына біздің Бибігүлімнің, менің туған сіңілімнің қайын сіңілісі. Бибігүлімнің жолдасы, мына кісінің ағасы. Менің күйеу балам. Келгенге көптен көп рахмет. Тойдың құрметті қонағысың. Ал ағайын туған туысқанда бүгін бір әдемі әсем тойға келіп отырсыздар. Бұл тойдың кейіпкері мына біздің құдағиымыз. 85-ің сеңдірін басып жатыр, мінекей жасын табалдырған аттап. 80-де тойған болған, мінекей 80-ден секіріп 85-ке келдіңіз, мінекей. 90-да тоқтамаңыз енді. 100-ге келгенде ақылдасамыз сізбен. Ақылдасамыз. Ары қарай барайын ба, бармайын ба деп. Жол көрсетіп отырыңыз бізге. Ақылшы болыңыз, кеңесші болыңыз. Өмір бақи мінекей журналистика маманысыз. Сізді мақтан тұтамыз әрқашанда. Сізден өнер аламыз. Сол сіз бақытты болсаңыз, біз де бақыттымыз. Бұл кісі өзі ардақты ана, ұл қызын тәрбиелеп өсірді. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырған адам бұл кісі. Одан қалып мінекей немере шөберелерін көріп жатыр. Әлдегі күні шөберелер жүгіріп жүрмейді. Солардың барын күні асыл әжесісіз, сүйікті жар болған адамсыз. Әмин. Елдің көркемі, ақылшысы, кеңесшісі болғансыз. Павлодар тік тұратсыз барғанда. Сол сияқты жақсылықта, рыздықта болған адам. Сондықтан біз бұл кісіні мақтан тұтамыз. Сол сіздің денсаулығыңыз мықты болсын, самыңларыңыз. Сосын ойлаған манағы айтқан жолдардан қалмай жүріп отырыңыз, 90-ға қарай ақын аяңдап. Сол жақсылықтар, рызықта болсын, Алла Тағала сізге нәсіп етіп, денсаулық болсын, әрқашан қолдап жүрсін, қорғап жүрсін сізді. Сол жақсылықта болайық, сізге денсаулық тілеймін, Құда. Әмин. Жоқ, сен айтып ал. Құрметті қонақтар, жолдасым айтып өтті, сіздердің бәрі жүзі таныс, 85 жасында құдағидің болғасыздар. 80 жасында. 80 жасында. Ақ қайыңда тойлаған, түгел болған. Балдаудан бастап. Сіздерге осы құдағидің жолын берсін, жетпегендеріңізге сондай жақсы өмір берсін, денсаулықтарыңыз зор болсын. Сіздерді үлкен құдағиға зор денсаулық тілейміз. Әмин. Осылай ортамызда жүре беріңіз, балаларға ақылшы болып, немерелерге не жаңа ақыл айтып, сол не дейді, біздің немереміз айтады енді, настоящий әжека. Сол настоящий, жаңа немере ұлымыз айтады, біз настоящий әжекаға барамыз деп. Сол енді сол настоящий әжека болып жүре беріңіз, жақсылықта, қызықта, тілектер бәрі қабыл болсын, өміріңіз ұзақ болсын, зор денсаулық болсын. Сол енді подарығыңызды беріп қойғанбыз, мынау подружкаларыңызға шашу деп алып келген. Білем. Соны қойсаңыз. Мына жерге қойыңыз. Мына үстелдің үстіне қойсын. Так. Ал. Сізді құдағи демеймін, ыңғай тәте дей береміз. Ласкательно солай.
Өте біздің серігіміз өте жақсы көретін сізді. Действительно, айттыңыз, осындай тойды көрмеген кісілер көп. Бүгін, я думаю, они тоже рады, что осындай той болып жатыр. Біз де қуаныштымыз. Осыған келіп, сізбен тойлатып жатырмыз. Сіздің бағыңдан айтып жатыр, жасыңыз бізге берсін. Әмин, әмин. Денсаулығыңыз мықты болсын. Қуанышқа бөлене беріңіз. И самое главное, балаларын, немерелерін, шөберелерін аман болсын. Одардың жолын, сіздің жолын одарға берсін. Осындай білімі күшті кісі, почитаемый, өте сүйікті, я думаю, азаматсыз Қазақстанның, соған балаларыңыз жетсін. А біз осындай тойға келгеніміз, соған аумин деп довольны болып жүрейік. Бейбігіл, бергіш. Серікті айтып жатырмыз ғой. Тыңдап тұрмын мен ана жерде. Так, міне, Серік мына Бейбігілдің жолдасы. Бұл екеуі Құдайдың еркесі болған, кәдімгідей жақсы жерде келін, міне балалар бәрі жүр, көріп жатсыздар. Ал енді қандай жақсы Серік дегеніміз оқымысты партийный қызметкер, мына кісі тоже секретарь комсомольский, сондай болып жүрді. Қонақтан қонақ, бұлардың атасы начальник милиция болды. Сонда келе жатып, қонақтан келе жатып. Мен бір нені айтайын. Түсінді. Енді бұл енді мына тойдың ерекше екенін сіздер түсіндіңіздер басынан бастап, иә? Бір тойдан түн ішінде келе жатып, тәтемнің үйіне келіп, тәтем алдымыздан шыға қалып, тәте, помнишь, қандай өлең айтып жүрдің сонда? Қазір. Қандай өлең айттың? Айтышқан. Жақсыса? Я еще не успела. Снегопад. Сонда Серік айтады. Тәте, снегопадты айтыңызшы. Ана стоит в ночной рубашке, жаңа ғана ұйықтап тұрған, 2-3 кезі. И сразу запела. Давай. Я еще не успела вести свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит заслонит надо мной небосвод. Снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружись. Снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружись. Міне, Серікті еске алып, Серіктің құрметіне аруақты еске алып жатырмыз. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға.